Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұматтарды білу үшін әуелі анықтамасынан бастағанымыз жөн. Аргумент, функция. Аргумент дегеніміз әрине ол x. Функция дегеніміз y, ол x-тен тәуелді. Туынды дегеніміз y штрих міне. Осы өрнектерді байланыстыратын теңдеу дифференциалдық теңдеу деп аталады. Және дифференциалдық теңдеуді қысқаша қысқартып dt деп қысқартып тастауға болады мына дифференциалдық теңдеу деген жазуды. Енді біздер бірінші ретті, екінші ретті, үшінші ретті деген дифференциалдық теңдеудің түрлері болады. Түсінікті болу үшін мен үлкен функцияға алып, үлкен f-тан x, y штрих. X, Y штрих өрнектерін байланыстыратын үлкен бір өрнек, үлкен F-пен белгіленіп тұр міне. Тең 0. Немесе деген жазуды біз былай белгілейміз деп көрсеттім сіздерге логикалық амал арқылы. Y штрих тең болады. X пен Y-тен тәуелді бір өрнек ретінде де жазуға болады. Міне осындай жалпы біздер теңдеу шешкен кезде X-ті табатын болсақ, бұл жерде енді біз маңызды түсінуіміз керек нәрсе, біздер қашанда y-ті іздейміз. Y-ті іздейміз. Y біздерге керек. Біз функцияны іздейміз енді. Дифференциалдық теңдеуден біздің табатынымыз мына функцияның өзі. Сондай шартты қанағаттандыратын y нешеге тең болады деген сұраққа қашанда жауап іздейміз. Біздер мынадай мысал келтірейік. Y тең x квадрат функциясы 2y тең болады. Y тең x квадрат функциясы 2y азайтылған x көбейтілген y штрих тең 0 дифференциалдық теңдеуінің шешімі болып табылады. Сонда шешім дегеніміз біздерде жаңа айттым, функцияның өзін іздейміз деген сөз. Осы шындап та шешімі болып табылатындығына біздер көз жеткізейік. Оны қалайша дәлелдеп көруімізге болады екен. Біздер көріп тұрмыз y тең x квадрат екендігін түсініп тұрмыз, біліп тұрмыз. Ал біздерге тағы да керегі сонда x түсінікті, y-ті көріп тұрмыз, енді y штрих керек. Y штрихті тауып көрейік. Y штрих тең болады. Осы x квадраттың туындысы ол біздерге 2x-ке тең. Онда берілген өрнекке қояйық. 2y. Y-тің орнына x квадратты қоямын. Азайтылған x көбейтілген y штрихтің орнына 2x-ті қоямын. Тең 0. Осы арасында шығады ма екен көрейік, мынау 2x квадрат, ал мұнда x-ті x-ке өткен 2x квадрат болады ғой. Тең сандар бір-біріне азайтқан кезде 0 тең 0. Тура. Демек, тура теңдік шығып тұр. Шынында да y тең x квадрат функциясы берілген мына қызыл сызықпен қоршалып тұрған функцияның өрнектің дифференциалдық теңдеудің шешімі болып табылады екен. Жалпы дифференциалдық теңдеулер тақырыбы әрине ол күрделі тақырып негізінде. Сондықтан мен бірден есептерді шығарудан кірісейін. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді табыңыз дейді. Мына жерде y штрих, яғни туындысы, бірінші ретті туындысы бар жауапты біздер бірінші ретті дифференциалдық теңдеу деп атаймыз. Екінші ретті қарай, екінші ретті дифференциалдық теңдеуді табыңыз деп сұрап тұр. Екінші ретті, яғни y2 штрих бар жерді қараймыз. Y2 штрих. Осы жауап дұрыс болып табылады. Үшінші ретті дифференциалдық теңдеуді іздеп көрейік. Міне қараңыздар, мына жерде с жауабында y үшінші ретті, y-тің үшінші ретті туындысы араласқан теңдеу тұр. Төртінші ретті дифференциалдық теңдеуді табыңыз дейді. Төртінші есепте міне төртінші ретті дифференциалдық теңдеу араластырған д жауабында тұр. Енді әдетте y төртінші дәрежелі төртінші ретті туынды деген осылай жазу мүмкін. Немесе оны математикада кейде былай жақшаға алып, рим цифрмен көрсетіп қоятын жағдай болады. Y төртінші деп берілген теңдеуді олай да жазу мүмкін. Сонда біз осы төрт есептің ертең тестіге дайындық барысында жауаптарын білеміз осылайша.
Енді мынадай теңдеуді қарастырайық. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз дейді. Жалпы шешім деген нені білдіреді екен? Жалпы y штрих тең x квадрат деген теңдеудің, дифференциалдық теңдеудің шешімін табу үшін не істейміз? Бұл жерде жалпы интегралдау әдісін қолданып шығарамыз. Бұл ең қарапайым жағдайлар болып табылады. Интегралдау әдісін қолданамыз. Бұл жерде бұл ең бірінші әдіс біздер өтетін. Бұл жерде y штрихты біз ескеру керекпіз. Ол дифференциал арқылы жазатын болса, dy бөлінген dx өрнегіне тең екендігін ескеру керекпіз. Осы өрнекті қойып, y штрихтің орнына біздер тең болады x квадрат деп жалғастырып жазамыз. Сонда теңдеудің, мына жерде теңдеуіміз осындай түрге келді. Екі жағында көбейтеміз dx өрнегінен. Нәтижесінде dy тең болады x квадрат көбейткен dx деген өрнекті алдық. Енді осы алынған теңдіктің екі жағында біз интегралдаймыз. Екі жағын слэш белгісін қою арқылы екі жағына бірдей амал қолданатындығымды көрсетіп тұрмын. Сонда біздің өрнегіміз интеграл астында dy тең болады интеграл астында x квадрат dx деген өрнек шығайын деп тұр. Ал интеграл астында dy-тан біздер білеміз не болатындығын, y шығады. Ал интеграл астында x квадрат болса, дәрежелі функциядан интеграл алуды білеміз. X-тің кубы бөлінген 3 қосу с. Міне осы өрнегіміз біздерде А жауабына сәйкес келеді екен. Біз жалпы шешім тапты. Жалпы шешім дейтін себебіміз с дегеніміз ол кез келген сан. Енді дифференциалдық теңдеуде тек жалпы шешім ғана ізделмейді, кейде дербес шешім де ізделеді. Дербес шешімді қалай табуға болады? Соны көрейік. Дербес шешімді. Дербес шешім деген сөз, мана с кез келген сан болатын болса, x куб бөлінген 3 с-ның орнына қандай санды қойсақ та теңдеудің шешуі бола береді ғой. Енді біз нақты бір жауабын табамыз деген сөз. Әсіресе мына екінші есептен, келесі алтыншы есептен көруге болады. y штрих тең x квадрат, y аргументі 2-ге тең болғанда мәні 3-ге тең дейді. Бұл не дегенді білдіреді? Яғни x-іміз біздің тең болған кезде 2-ге, y-іміз тең болады екен 3-ге. Міне ішінде жақшаң тұрған аргумент қой 2. Нәтижесі 3-ге тең болады екен. Енді біз жалпы шешімді көріп тұрмыз. Y тең болады x-тің кубы бөлінген 3 қосылған с. Y-тің мәнін біліп тұрмыз. 3, x-тің мәнін көріп тұрмыз 2 екендігін. Енді біздерде табу керек тек қана мына с деген өрнектің мәнін табу керек. Соны тауып орнына қойған кезде біздер дербес шешімді шығарамыз. Осы өрнекке қойып жіберейік. Y-тің орнына біздер 3-ті қоямыз дедік. 3 тең болады. X-тің орнына 2-ні қоямыз дедік. 2-нің кубы бөлінген 3 қосу с. 2-нің кубы дегеніміз 8, ол 3-ге тең. 3 азайту 3-тен 8. Тегірек жерге жазайық. 3 азайту 3-тен 8. Екеуін ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Бұнда да 3 болсын. 3-тен 9 азайту 8. 3-тен 1. Сонда бұл с деген өрнегім 3-тен 1-ге тең болдығаны ғой. Онда ш y тең болады x куб бөлінген 3 қосылған 3-тен 1. Біздің В жауабымыз бұл теңдеудің дербес шешіміне тең болады 2. Дәл осылайша y штрихтен косинус x деген теңдеуді шешіп көрейік. Y штрихтің орнына dy бөлінген dx деп жазамыз дедім. Тең болады косинус x. Теңдеудің екі жағында dx-ге көбейтеміз. Және интегралдаймыз. Бірден жазып жіберейін. Сонда интеграл астында dy тең болады. Интеграл астында косинус x dx болды. Интеграл астында dy-тан жай ғана y шығады. Косинус x-тан синус x плюс с. Сонда бұл жердегі жауабымыз біздің с жауабына тең болып шықты. Енді
Біздер тек қана есеп шешумен, жалпы шешімді табумен шектелмейміз. Дербес шешімде де сұрап тұр. Дербес шешімде мына x-тің мәні нешеге тең екендігі көрсетіліп тұр. Мына x-тің мәні пи бөлінген 6 деп тұр ғой. X тең пи бөлінген 6. Ал y нешеге тең деп тұр? Y тең 2 деп тұр. Осы өрнектің орнына қойып, y-тің орнына 2-ні қойып, тең болады синус x, яғни синус пи бөлінген 6, ол 30 градус қой, плюс с. Осы жерде с-ның мәнін тапсақ, біздер дербес шешімді де табамыз. Синус пи бөлінген 6 ол 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1 плюс. Мына 2-ден 1-ді сол жаққа шығарайық. 2 азайту 2-ден 1. Тең болады. Ортақ шешімге бөлімге келтірейік. 2-ден 4 азайтылған 1 тең болады 2-ден 3. Сонда с деген өрнегім біздің осыған тең болып тұр ғой. Сонда синус x қосылған 3 деген болса, жалпы шешім негізінде y тең болады. Жалпы шешім плюс с болса, ал дербес шешім с-ның орнына нақты мәнін таптық. Мына берілгенді қолданып. Y тең болады. X пи бөлінген 6-ға тең болған y 2-ге тең деген мәлімет қойылады. Ол бізде жауабына сәйкес келеді екен.